Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге жент рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап кетіңіздер. Алдымен бізге талқан керек. Талқанға қантты салып араластырамыз. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінде дастарханға қойылатын ең дәмді тағамдардың бірі жент. Барлық қантты салып тастаймыз, араластырамыз. Сары майымызды бөлме температурасында жібітіп аламыз. Кішкене етіп осындай етіп кесіп аламыз. Араластыруға болмай болады. Сары майымызды саламыз талқанға. Үстіне сгущенка құямыз. Женттің дәмі ерекше дәмді болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Май мен сгущенка талқанды жақсылап түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырамыз. Осындай етіп жабысып тұру керек. Талқанымыздың барлығы жері араласу керек. Жентіміз дайын. Рецепті жасап көріңіздер. Комментарийға бөлісіңіздер.